ертеде орталық жазықтан келген адамдар оңтүстікке, менге қоныс аударған. Олар Тюаньшоудың таулары мен теңіздерінің арасына тамыр жайып, Тюаньшоудың бай тағамдарын жасап шығарды. Шихуагао, Тусундун, Хайрижан бәрі де ерекше. Әсіресе Ньянсианху. Ол жіңішке кеспемен тәтті картоп ұнынан жасалады. Сорпасы қою, ауызға жұмсақ, езіліп кетпеген. Жұмсақ кеспе сорпадағы ашаян мен шаян етінің балғын және тәтті дәмімен араласады. Оңтүстік мен халқының дәстүрлі классикалық тағамына айналды. Хун Бейцай жас кезінде Филиппинге бизнес бастауға барып, 60 жасында туған жері Тюаньшоуға оралды. Шетелдегі күндерін еске алғанда, ол ең қатты сағынғаны Ньянсианху болды. Тайлар, әрине, туған жерінің дәмін ұмыта алмайды. Тай кварталында көптен бері сатылады. Оны бір Қытай ашқан, кем дегенде 50 жыл болды. Бос кезде сол жерден өткенде шыққан иісі өте жақын сезіледі. Барлық жергілікті тағамдар ұзақ тарих барысында жасалған. Дайындау және тұтыну әдістері жергілікті мәдениетті және ерекше эстетиканы қамтиды. Қай жерде болмасын, адамдар туған жерінің дәмін ерекше жақсы көреді және оны жасамай мақтан тұтады.